Сәлематсыңдар ма 3-ші сынып оқушылары? Математика сабағына қош келдіңдер. Сабақтың бөлімі ауызша көбейту және бөлу. Сабақтың тақырыбы 32 мен 2-нің көбейтіндісі, 320 мен 2-нің көбейтіндісі, 32 мен 20-нің көбейтіндісі түріндегі көбейту тәсілдері. Сабақтың мақсаты 100 көлеміндегі сандарды ауызша көбейту мен бөлуді орындауда қосындыны және көбейтіндіні бір таңбалы санға бөлу, қосындыны санға көбейту ережесін қолдану. 3 таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану. Бүгін сен ауызша көбейту тәсілдерін үйренетін боласың. Назар аударайық. Бірінші бағандағы мысалдар қалай шығарылғандығын түсіндіріп көрейік. 20 мен 2-нің қосындысын 4-ке көбейту үшін әрбір қосылғышты санға көбейту керек. Яғни 20 мен 4-тің көбейтіндісін 2 мен 4-тің көбейтіндісіне қосу арқылы көбейтіндінің мәнін табуға болады. Көбейтудің бұл қасиетін қолданып, қалған бағандардағы мысалды шығарып көр. Дайсың балақай. Қалған бағандардағы мысалдарды дұрыс таптың деп ойлаймын. Қосындыны санға көбейтудің әртүрлі тәсілдері болады. Мен саған 2 тәсілді көрсетіп беремін. Бұл тәсілдер балақай саған тез есептеу үшін қажет болады. Түсініп алуға тырыс. 30 пен 6-нің қосындысын 2-ге көбейту үшін әрбір қосылғышты 2-ге көбейтіп аламыз. Яғни 30-ды 2-ге көбейтіп 60 болады. 6 мен 2-нің көбейтіндісі 12-ге тең болады. Шыққан нәтижелерді қоссақ, көбейтіндінің мәні 72-ге тең болады. Екінші тәсіл. 36 мен 2-нің көбейтіндісін табу үшін 36-ны ондық пен бірліктің қосындысына жүктейміз. Ондықты 2-ге көбейтеміз, яғни 3 ондықты 2-ге көбейтіп 60 болады. 6 мен 2-нің көбейтіндісі 12-ге тең болады. Қосындының мәні 72-ге тең. Осы тәсілдерді басшылыққа алып, 300 бен 60-тың қосындысын 2-ге көбейту және 360 пен 2-нің көбейтіндісінің мәнін есептеп табуға болады. Есепті шығарып көрейік. Бақ пен гүлзарды безендіру үшін шеберлер бір айдың ішінде 20 кішкентай мүсін және 3 қыш құмыра жасайды. Шеберлер 3 айдың ішінде барлығы қанша бұйым жасап шығарады? Балақай, есептің сұрағына бірден жауап беруге бола ма? Жоқ, бірінші біз бір айда шеберлер қанша бұйым жасағанын тауып алып, сосын барып сұраққа жауап беруге болады. Бұл есепті бірнеше тәсілмен шығаруға болады. Кәне, өзің ойланып, шешіп көр. Балақай, есептің шешуін дұрыс таптың деп ойлаймын. Ал кәне тексеріп көрейік. Бірінші амалда біз шеберлер бір айда неше бұйым жасағанын табамыз. Яғни 20 мен 3-тің қосындысы арқылы 23 бұйым жасағанын табамыз. Екінші амалда бір айдағы жасаған бұйымдарды 3 айға көбейтеміз. 23 пен 3-тің көбейтіндісін табамыз. Көбейтіндінің мәні 69-ға тең болады. Екінші тәсіл бойынша үлестірімділік заңы бойынша бір айдағы мүсіндер санын 3-ке көбейтіп, қыш құмыралар санын 3-ке көбейтіп, шыққан нәтижелерді қоссақ, шеберлер 3 айда 69 бұйым жасағанын табамыз. Берілген бағанның өрнектерін салыстыр. Бағандар қалай құрастырылғанын түсіндір.
60 пен 2-нің көбейтіндісін 120-ға тең. Көбейткіштердің орнын ауыстырып, 2 мен 60-тың көбейтіндісі де 120-ға тең болады. Енді көбейтіндінің мәнін тексеру үшін, көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлсек, екінші көбейткішті табамыз. Яғни 120 мен 60-тың бөліндісі 2-ге тең. Екінші кері амал. 120 мен 2-нің бөліндісі 60-ға тең. Бұл математикада төрттік деп аталады. Келесі 300 бен 3-тің көбейтіндісін дәл осындай тәсілмен шығаруға болады. Енді сен 40 пен 2-нің көбейтіндісін және 200 бен 2-нің көбейтіндісін дәл осындай тәсілмен орындап көр. Үлгі бойынша өз өрнектеріңді құрастыр. Дұрыс орындадың деп ойлаймын. Өзіңді тексеріп көр. Бүгінгі сабақта түсініп білгеніңді қорытындылай келе, алдындағы сөйлемдерді толықтыр. Хош, сау бол балақай.